Дауысқа арналған жаттығулардың маңызын айта кетейін. Бұл дейтін дауыстың тембрін жақсартып, дауысқа анықтылық, нақтылық беретін жаттығулардың бірі. Ең қарапайым жаттығулардың бірі секундомерді аласыздар. Деп 1 минут тұруларыңыз керек. Дәл қазір видеоны стопқа қойып, секундомерді алып, жасауларыңызды сұраймын. Екінші жаттығу, тоже дауысқа арналған жаттығулардың бірі. Секундомерді аласыздар. Деп емес енді, деп қолымызды мұнда қойып, деп тұрасыздар. Тағы да видеоны стопқа қойып, осы екі жаттығуды деп 1 минут тұрасыздар, деп 1 минут тұрасыздар. Осы екі жаттығуды істеулеріңізді сұраймын. Сөйлеуге деген шабыттарыңыз оянып, дауыстарыңыз мықты болып жатыр ма? Сондай бір ощущение болды ма? Онда кеттік, сабақты жалғастырайық. Дәл осы жаттығуды, дауысқа арналған жаттығуды күніне 3 рет орындау керексіздер. Таңертең, обедкі уақытта, сосын кешкі уақытта. Сонда 1 минут қана уақыттарыңыз кетіп отырады. Солай. Бұл дауысқа арналған жаттығулар.